Бұл мен Олжас, яғни Сайлаубай Олжас. Папама, мамама Олжикпін. Ағама дым қатысы жоқ, Мұраттым. Әлде оған Мұрат деген атын алғандықтан ба, білмеймін. Ал жан жарыма мұны тек құлағыма сыбырлап айтады. Ал оқушыларыма Олжас ағаймын. Осылардың ішінде көп еститін Олжас ағай. Иә, бұл атау маған ерекше ұнайды. Себебі мен бала кезден, яғни бесікте жатқан шақтан информатика пәнінің ағайы болуды армандағам. Деп айтсам өтірік болар. Сол бала кезден деп айтайын. Бала болғанда сол, есіміз кіріп санап білетін жас қой. Санағанда, оң мен солды ажырататын уақыттан бері, ажыратқанда былай ғой. В общем, ауылдың мектебіне компьютер келіп, ішіне Counter-Strike ойынын жазғаннан бастап, мен информатика пәнінің мұғалімі болғым келді. Иә, оқушылар арасында мектептегі компьютерге ойындарды мен ғана жазатынмын. Ауылды Paint программасымен сурет салудың бас жүлде ала беретінмін. Excel программасын мектепте 2 адам ғана білетін. Бірі мен, ал екіншісі мектептің бухгалтері. Оның өзі менен үйренетін. Спящий режим дегенді мен ғана білетін. GTA ойынында Enter батырмасымен алғаш есік ашуды балаларға мен үйреткем. Еще реферат дегенді мен ғана жазатынмын. Айта берсем көп. Оқушы кезден компьютермен дос болдым. Айтпақшы, жалғыз компьютермен ғана емес, доппен де дос болдым. Футбол десе ішкен асымды жерге қоюға дайынмын. Десем артық айтқаным емес. Және де бір жыл әскер көрмесем де, бір ай әскери полигонды көріп келдім. Иә, дәл қазіргі ақпараттандыру заманында мен неге информатика пәнінің мұғалімі болмасқа? Қазіргі заманға сай жастарда компьютермен дос болғызбасқа деп, мен Абай атындағы гуманитарлық колледжге информатика мамандығына оқуға түстім. Ауылдағы білген көргеніме мақтанып, Paint'ті ашып отырсам, елдер Adobe деген программаны ашып отыр екен. Сөйтіп жаймен шыға салдым. Студенттік шақта талай қызықты кездер өтті. Білім мен ілім қатар жүрді. Сөйтіп 4 жыл оқып бітірдім. Тағы ойландым, себебі бұл ілімді аз деп санадым. Себебі қазіргі жастар жаңашыл, креативті дүниелер ұнайтын болғандықтан, жоғарғы білім алуды жөн көріп, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетіне информатика мамандығына оқуға түстім. Сөйтіп, білімімді тағы 4 жыл жетілдіріп, өзімді ұстаз болатыныма сеніп, Жамбыл ауданындағы ең таңдаулы, қолайлы, жаңа, барлық жағдай қарастырылған, ұжымыда ауызбіршілікте жүретін Шайғорық орта мектебіне информатик болып жұмысқа тұрдым. Иә, қазіргі таңда мен жас маманмын. Ал болашақта өзім секілді жас мамандарды даярлап шығарғым келеді.